Армысыздар, бұл болашақ өзінен баста бағдарламасы және сіздермен мен Динара Мақсұтова. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың басты кейіпкері Астана қаласындағы мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың зерттеу орталығының жетекшісі Ернар Жаркешев. Ернар өз жұмыс күнін, бос уақытын қалай өткізеді, оның өмірдегі ұстанымы қандай және қандай қызығушылықтары бар екенін біздің түсіру тобымызбен бірге тамашалаңыз. Ернар Жаркешев Қарағанды облысының тумасы. Қазақ, орыс, ағылшын, қытай тілдерін жетік білетін, көңілі кең, пейілі дархан ер азамат. Ол болашақ бағдарламасы арқылы Ұлыбританиядағы Бирмингем университетінің мемлекеттік саясат, басқару және менеджмент мамандығын бірінші дәрежелі үздік дипломмен бітірді. Соның арқасында Сингапурдағы халықаралық университетінің бірі әйгілі Ли Куан Ю атындағы мемлекеттік саясат мектебіне сәтті түсіп, Ли Куан Ю стипендиясын ұтып алды. Ернардың айтуынша, ол стипендияны бұрын қазақстандыққа беріп көрмеген екен. Бүгінгі күні ол Астана қаласындағы мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың зерттеу орталығының жетекшісі болып қызмет етуде. Негізі хаб 2013 жылы 25 елмен және 5 халықаралық ұйыммен құрылған Қазақстанның бастамасы. Бұл жерде Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы бас партнер болып шығады. Астаналық хаб идеясын мемлекеттік қызмет істері агенттігінің сол уақыттағы төрағасы Әлихан Мұхамедиұлы Байменов идеяны көтерген еді. Сондықтан сол хаб деген не нәрсе деп сұрағанда, хаб деген бұл орталық. Негізі хаб деген жаңағы мемлекеттік қызмет саласындағы шешімдер, идеялар, жетік тәжірибе мен білім орталығы деп түсінуге болады. Және де осы орталықта біз басқа елдерге, өңір елдерге және де басқа елдерге сол тәжірибені таратумен айналысамыз. Өйткені астаналық хабтың ең басты мақсаты өңір елдердегі мемлекеттік қызмет жүйелері дамып жатыр ғой. Сондай сол даму барысында сол елдерге демеу беру, қолдау көрсету. Ернардың басты өмірлік ұстанымы адал еңбек ету, әділ азамат болу. Осы ұстаныммен өз мемлекеті үшін атқарып жатқан істері мол. Ол әр күн сайын өз жұмысын жоспарлайды, ұйымдастырады және қадағалайды. Әркімге өзіне тиесілі тапсырманы бөліп, өзінің әріптестерімен жиналыстар өткізеді. Қазір ол 2016 жылға дейінгі зерттеу жоспарларын құрып, мемлекеттік қызмет саласындағы өзекті тақырыптарды қызу талқылауда. Оның айтуынша, өңірлік хабты басқаруда болашақ бағдарламасы арқылы Ұлыбританияда алған білімінің пайдасы мол. Болашақ бағдарламасының рөлі өте үлкен. Өзінің өмірімде, кәсіби деңгейім дамуында. Бірінші енді әке-шешеміз жастайымыздан халыққа қызмет етуді, адал қызмет етуді, еңбек етуді, елге еңбек сіңіру дегенді жастайымыздан айтып жүрді. Сондықтан мемлекеттік басқару мамандығын таңдағанымда бұл мамандық сол жаңағы идеяны, сол тәрбиені жүзеге асырады деген үмітпен мен сол болашақ бағдарламасына түстім, осы мамандықты таңдадым. Және де болашақ бағдарламасы жалғыз Ұлыбританияда мамандық алып қоймай, одан кейін Ұлыбританиядан кейін Сингапурға әйгілі Ли Куан Ю атындағы мемлекеттік саясат мектебіне грантқа түсуге үлкен мүмкіндік берді. Ол маған өзім адами тұрғыдан да және де кәсіби деңгей жағынан да өте үлкен үлес қосты деп айтуға болады. 2009 жылы Бирмингем университетінде мемлекеттік саясат, басқару және менеджмент саласы бойынша ең үздік диплом жұмысын қорғаған үшін көрнекті диплом жұмыс сыйлығын иеленді. Сол жылы үздік академиялық жетістіктерге жеткені үшін, көшбасшылығы және университетке үлкен үлес қосқаны үшін Генри Райт сыйлығымен марапатталды. 2011 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің экономикалық зерттеулер институты мен Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығында бас сарапшы болып қызмет етті. 2012-2014 жылдары Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ғылыми зерттеу институты директоры болып жұмыс атқарды. 2016 жылдың күзінде
Лондонда Ұлыбританиядағы біздің елшіміз, қазіргі сыртқы істер министрі Ерлан Әдірісов мырза Қазақстан студенттермен кездесу өткізген болатын. Сол кездесуде мен Жаркешев Ернармен таныстым. Оның ақ көңіл, жайдарлы мінезін байқадым. Оның қазақи текті отбасынан шыққан екендігін байқадым. Содан бірі мына екеуміз қазір етене жақын араласып, сыйласып, дос болып келеміз. Мінеки салтанатты күн. Ернар Жаркешевтің есте сақтарлық ұмытылмастай қызықты сәттерінің бірі. Жаркешевтер отбасының барлық мүшелері жиналып, Ернардың диплом алу кешінде жиналған кез. Айтпақшы, олардың үлкен және бақытты отбасыларында 3 бірдей болашақ түлектері бар. Ол Айнұр және Санжар Жаркешевтер. Университет бітіру кешінде Бирмингем университетінің ректоры сэр Доминик Кэдбери жиналған барлық қатысушылардың алдында жыл сайын бітіретін түлектері арасында озып, үздік академиялық жетістіктерге жеткен үшін ең жоғары 4 сыйлығымен марапатталғаны туралы, сонымен қатар аса үздік диплом жұмысын қорғағаны туралы айтып, Ернарды құттықтаған болатын. Негізі Ернар туралы айтуға көп болады. Бұл дос та білетін азамат, әріптес те болатын азамат, басшы да болатын азамат. Негізі мына қазақта бір аталы сөз бар ғой, 8 қырлы бір сырлы азамат деп. Біздің бір осындай қазақтың бір ер азаматтарға сән сай айтатын сөз керемет. Сондықтан Ернарды мен Ернар туралы айтқан кезде осы аталы сөзді есіме түсіргім келеді. Өйткені оның тұла бойындағы қасиеттері нағыз қазақтың намыстан жаралған азаматқа сай. Оның бірнеше дәлеліне бір куә болдым. Негізі ол шетелден болашақ бағдарламасымен бітіріп келгеннен кейін әрі қарай оны тоқтамай, мысалы Ұлыбританияда бітірді, әрі қарай өзінің алған ғылымын жетілдіру мақсатында әрі қарай Сингапурға барып, одан да біраз білім алып, қайтадан елге оралып, өз еңбегін мемлекеттік қызмет істері саласына, мемлекеттік қызмет жүйесіне жаңағы өзінің үлесін қосып, былтыр ғана болған мысалы реформаларға өте белсенді қатысты. Жас кезінен Ернардың арманы тілдер арқылы елдердің даму стратегияларын, мәдениеттерін танып білу болды. Бастапқы 4 сыныпты қазақша, қалған мектептік шағын орысша бітірді. Болашақ бағдарламасы арқылы оқыған кезде ағылшынды жетік меңгеріп, Англияда ағылшын тілінде Қытай тілін үйренді. Сонда арманым негізі сол жастайымнан келген тілдер арқылы әртүрлі елдердің даму философиясын түсіну, стратегиясын түсіну. Біз қазақ елінің, қазақ хандығының жаңағы қаншама жылдар, ғасырлар бойы мемлекеттік басқару институттарының тәжірибесі мол. Әлі ескерілмеген сол мемлекеттік басқару институттарының тетіктерін әрі қарай зерттеуге болады. Тарихшылармен, ғалымдармен қазір бірлесе отырып бір еңбектер бастап жатырмыз. Осы жылдың аяғында мысалы осы мемлекеттік қазақ хандығының мемлекеттік басқару институттары бойынша бір мақалалар жинағын шығарып жатырмыз. Бұл үлкен істің басы деп есептейміз. Адам талпынса, ізденсе, үлкен жетістіктерге жетеді деп есептеймін. Мына Абайдың сөзі бар ғой, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деген. Ол Абайдың сөзі шынында да ылғи да көкейімде. Өйткені ол жаңа жастарға жалпы қазаққа айтқан үлкен бір ақыл болсын, сын болсын, жалғыз басқа адамдарға сенбей, басқа таныстарға сенбей, өзіңе ғана сенсең, өзіңнің ақылыңа сенсең, еңбегіңе сенсең, үлкен жетістіктерге жетуге болатынын мен өзім көзімен көрдім. Қос ішектің бірін тарта, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, 10 саусағынан өнер тамған Ернар Жаркешев
бос уақытында достарымен бас қосып, домбырамен күй тартқанды жақсы көреді. Бүгінгі бағдарламамыздың басты кейіпкері 8 қырлы бір сырлы Ернар Жыркешевтің өмірі осылайша қызықты өтуде. Ал біз болсақ, өзінің білімі мен күшіне ғана сенетін, ерінбей, халқына адал боп, мемлекеттік қызмет саласы дамуында барынша үлес қосып жатқан Ернарға табыс пен сәттілік тілейміз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Кездескенше аман сау болыңыздар.